Достар, сәлем, Let's Cook KZ арнасына қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен табада пісірілетін алма қосылған тәтті пирог дайындаймыз. Рецепт қызық болса, оны соңына дейін қарап, лайк басып, арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Ал пирог пісіруге кірісейік. Ең алдымен пирог қамырын дайындаймыз. Ол үшін ыдысқа бөлме температурасындағы 2 орташа жұмыртқа жарып, одан кейін 75 грамм қант қосып, венчикпен 2-3 минуттай араластырамыз. Келесі кезекте 50 грамм сұйық май мен 150 грамм жылы немесе бөлме температурасындағы сүтті құйып араластыруды жалғастырамыз. Ал қазір бір ас қасық какао саламыз және 150 грамм ұнға 10 грамм қопсытқыш қосып екеуін араластырамыз. Енді осы ұнды елеуіштен елеп қосамыз. Соңында барлығын бір келкі қамыр болғанға дейін жақсылап араластыру керек. Мінеки достар, қамыр дайын, ол осындай сұйық болады. Ал қазір орташа отта қызып тұрған табаға кішкене сары май салып, оны ерітеміз. Содан кейін бір ас қасық қант қосып араластырып, карамель болғанға дейін шамамен 1-1,5 минуттай отта ұстаймыз. Мінеки достар, карамель осындай қоңыр түске енген кезде үстіне қалыңдығы орташа етіп туралған алманы салып шығамыз. Енді осы алманы тағы 1-1,5 минуттай отта ұстаймыз. Енді жаңағы қамырды құйып, табаның қақпағын жауып, пирогты баяу отта шамамен 15-20 минуттай пісіру керек. Мен электр плитасында 20 минут пісірдім. Достар, сіздер өздеріңіздің плиталарыңызға қарай пісіріңіздер. Пирогтың піскенін міндетті түрде зубочисткамен тексеріңіздер. Қамыр жабыспаса, демек пирог дайын. Қазір алдымен пирогтың шеттерін осылай босатып аламыз және оны оп-оңай тарелкаға аударамыз. Достар, қараңыздаршы қандай әдемі пирог. Қазір оны кесіп, дәмін тексереміз. Пирог керемет, достар. Ең бастысы, бұл пирогты пісіру үшін духовканың қажеті жоқ. Өте тез, оңай және дәмді болып шығатын пирогтардың бірі. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Достар, менің еңбегімді бағалап, видеоға лайк басып, пікір қалдырып, дос құрбыларыңызбен бөлісіп, арнаға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Рецепт қарағандарыңыз үшін көп рахмет. Келесі кездескенше аман сау болайық.